Армысыздар, бүгінгі премьерама қош келіпсіздер. Сіздерді келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл елімізге бейбітшілік пен молшылық, отбасыларыңызға құт береке, қуаныш пен шаттық әкелсін. Премьерама қатысып отырған барша жандарға алғысымды білдіремін. Бүгінгі премьера сән, стиль, сұлулық тақырыбында болмақ. Яғни сәнді де стильді киіну және осы көктемгі сәнді түстер мен киімдер, сондай-ақ беттерімізді жасартатын, тазартатын маскалар жөнінде айтатын боламыз. Ендеше премьерамызды бастайық. Қайырлы күн, сұлуларым. Әдемі көріну үшін тек өз-өзімізге күтім жасау аздық етеді. Сонымен қатар әдемі және жарасымды киіне де білуіміз керек. Сол үшін бүгінгі әңгімені қалай сәнді және стильді киінуге болатыны жөнінде қозғайтын боламыз. Неліктен кей ханымдар стильді көріне алмайды? Оның бірнеше себебі бар. Ең бірінші ол басты негізгі киімдердің болмауы. Ал негізгі киімдерге ақ және қара футболка, қара шалбар, классикалық көйлек, бір белдемше және өзіңізге қонымды джинсы, негізгі түстегі пиджак және кроссовка жатады. Екінші қателік аксессуарларды дұрыс таңдамау. Дұрыс таңдалмаған аксессуар киім үлгіңізді бұзып тұрады. Бір-бірімен үйлеспейтін және киім үлгіңізге келмейтін зергерлік бұйымдарды үйіп тағып алмаңыз. Кейде бір стильді сумка немесе жарқыраған бір сырғаның өзі келбетіңізді ашып жіберуі мүмкін. Келесі қателік өз дене типіңізді есепке алмау. Тренд қуалаудан аулақ болыңыз. Өз дене бітіміңізге жарасатынын киіңіз. Төртінші қателік түстер үйлесімділігін сақтамау. Біз кейде түстердің бір-бірімен сәйкес келмейтініне мән бермейміз. Алдымен классикалық түстерді үйлестіріп үйреніңіз, соң күрделі түстерді үйлестіре аласыз. Ең соңғы қателік өзіңізге қолайсыз, ыңғайсыз сезінетін киімдерді кию. Қанша жерден сәнді бола берсін, егер өзіңізді ыңғайсыз сезінетін киім кисеңіз, сенімді жүре алмайсыз. Ал стиль өз-өзіне сенімділіктен басталады. Сондықтан үнемі өзіңізді жайлы сезінетін киімдерді таңдаңыз. Әдемі көріну үшін осы ережелерді сақтаңыз. Бірінші, киімдер өмір салтыңызға сай келуі керек. Екінші, маусыммен киініңіз, яғни қазір киетін киімдерді таңдаңыз. Үшінші, киім үлгісі сәнде емес, бірақ сізге ыңғайлы келетін киімдер болсын. Төртінші, сапасына мән беріңіз. Бесінші, жаңадан алатын затыңыз гардеробта бар бұрынғы киімдермен сәйкес келуі керек. Осы тұста айта кететін мәселе, артық келмейтін киім сатып алудан сақтануымыз керек. Кейде біз жарнамаға беріліп кетіп, бірнеше ай бойы киілмей шифонерде ілініп тұратын киімді сатып аламыз. Егер сізде осындай әдет болса, одан қалай құтылудың бірнеше жолын айтамыз. Бірінші, киімді не затты алмас бұрын, оны немен және қаншалықты жиі киетініңізді ойланыңыз. Осы киіммен кем дегенде 3 образ жасап көріңіз. Содан соң ғана сатып алу, алмау жөнінде шешім қабылдаңыз. Екінші, қалайтын заттардың, яғни киімдеріңіздің тізімін жасаңыз. Сізге расымен де керек киімдердің тізімін жасаңыз. Және сатып алу кезінде осы тізімді қолданыңыз. Бұл әдет басқа қажетсіз киімді сатып алудан сақтайды. Үшінші, гардеробқа тексеріс жүргізіңіз. Шопингке шығар алдында осы маусымға киетін барлық киімдеріңізді қарап шығыңыз. Осылай жасау арқылы өзіңізде бар киімді қайталап сатып алудан аулақ боласыз. Төртінші, бюджетті жоспарлаңыз. Киімге айына қанша қаржы жұмсай алатыныңызды алдын ала шешіп алыңыз. Бұл әдет ойланбастан сатып алудың алдын алады. Бесінші, ұзақ мерзімге жоспарлаңыз. Тренд қуалаудан аулақ болыңыз. Сізге бірнеше маусым қызмет ететін және 1 жылдан астам қуаныш сыйлайтын киімдерге инвестиция жасаңыз. Тағы бір айта кететін мәселе, сіздің өміріңізді айтарлықтай жеңілдететін әдеттер қалыптастырыңыз. Бұл әсіресе таңертеңгілік уақытты үнемдейді. Алдын ала жоспарлаңыз, яғни ертеңгі киетін киімдерді бүгін кешке дайындап қойыңыз. Келесі, киімдерді ұқып тұстаңыз. Таза және үтіктелген киімдер әдемі көрінеді. Бұны да алдын ала жасауды әдетке айналдырыңыз. Енді барлық жағдайларға арналған эмбебап негізгі гардеробты қалыптастырайық. Эмбебап гардероб бұл жұмысқа да, күнделікті өмірге де, тіпті ерекше жағдайларға да қолайлы киімдер жиынтығы. Егер дұрыс негіз база жинасақ, онда күнде таңертең және асығыс кездері киіну оңайырақ болады. Бірінші, түс палитрасын анықтап аламыз. Бейтарап реңктерден бастаймыз. Ақ, қара,
сұры, ақшыл және көк түстер. Бұл түстерді бір-бірімен үйлестіру оңай және көп күш жұмсамай-ақ стильді көріністер жасауға болады. Екінші, гардеробқа қандай негізгі киімдер қосатыныңызды алдын ала зерттеп алыңыз. Эмбебап негізгі киімдер жыл бойы кие алатындай болуы керек. Осы киімдердің негізінде сіздің гардеробыңыз қалыптасады. Үшінші, өз өмір салтыңызды есепке алыңыз. Эмбебап гардероб сіздің өмір салтыңызға сай болуы керек. Егер сіз іскерлік, кеңселік салада болсаңыз, блейзерлер мен жейделерге мән беріңіз. Ал егер үнемі қозғалыста болсаңыз, көп күтімді қажет етпейтін ыңғайлы аяқ киім мен қарапайым, бірақ стильді аксессуарлар қосыңыз. Аксессуарларды да ұмытпаңыз. Аксессуарлар сіздің көрінісіңіздің толығымен өзгертеді. Ықшамдалған сөмкелер, стильді белдіктер және зергерлік бұйымдар сіздің гардеробыңызға ерекшелік береді. Келесі соңғы қағида, санға емес, сапаға мән беріңіз. Сапасы төмен көп киім жинағаннан аз болса да сапалы киімдер жинаңыз. Классикалық үлгідегі пальто немесе сапалы аяқ киім сізге әлдеқайда ұзағырақ қызмет етеді және тез тозатын ондаған трендтік киімдерден жақсы көрінеді. Қорытындылай келе айтарымыз, өмір сүру салтыңыз бен стиліңізге қарамастан, негізгі гардеробта мына киімдер болуы керек. Бірінші, ақ жейде. Екінші, жарасымды джинсы. Үшінші, классикалық жакет, пиджак. Төртінші, нейтрал түстегі футболкалар, ақ немесе қара, сұры, ақшыл. Кішкене қара көйлек, жайлы туфли не кроссовка, карандаш белдемше немесе миди белдемше. Классикалық шалбар, жақсы сападағы сөмке. Бұл заттар өзара жақсы үйлесім табады. Ал сіз кез келген жағдайға көп ойланбай киініп кете аласыз. Ханымдар, арнамызға жазылып, лүпіл басып пікір қалдырып отырыңыздар. Келесі видеода біз күздік, сәндік киімдер жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Әрбір жаңа келген көктем бір нәрсені өзгертуге және жаңашылдыққа ұмтылдырады емес пе? Оның ішінде әсіресе әйелдер қауымының гардеробты жаңалауы жыл сайынғы үрдіс болып кеткендей. Биылғы көктем сырт киімдерге ерекше назар аудартады. Сәлем сұлуларым, бүгін осы жылдың көктеміндегі сәнді сырт киімдерге тоқталамыз. Ал сіздер арнамызды қолдап, лүпілдеріңізді басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді сырт киімдерге келсек, ең бірінші жабысып тұратын, дене белді көрсетіп тұратын пальто. Бұл модель силуетті тамаша етіп көрсетеді және іскерлік те, романтикалық та көрініс үшінде өте қолайлы. Классикалық ұзын қара пальто ерекше сәнде, алайда басқа реңктерге де назар аударсаңыз болады. Сұры, шоколадты қоңыр, бардо, қанық қызыл және изумруд түстер. Егер эмбебаптылықты қаласаңыз, тік пальтоға белдік немесе жіңішке белбеу тағып алыңыз. Бір төсті тренчте сәнде, минимализм маусымның басты үрдісі. Артық бөлшектері жоқ бір төсті тренч пальто өткен ғасырдың 60-шы жылдарын еске түсіреді. Көйлек жаға және бір қатардағы түймелер бұл модельді талғампаз етеді. Сіз бұл пальтоны классикалық үлгіде де жібек орамалмен, безендірілген жағалармен немесе ірі әшекейлермен көп қабатты стильде де кие аласыз. Сондай-ақ бомберлерде сәннен шыға қоймады, бірақ көлемді модельдеріне назар аударыңыз. Бөксе тұсында резеңге салынған үрленген шар тәріздес баллон бомбер осы көктемнің хиті. Мұндай бомберді джинсымен ғана емес, сондай-ақ іскер шалбармен де, қарындаш тәрізді белдемшемен де кие аласыз. Стильді және өзекті көрініс беру үшін өзіңізге бір-екі өлшемде үлкенірек бомбер таңдаңыз. Келесі көлемді пальто, яғни үлкен иықты келген ерлер стиліндегі пальто сізге ерекшелік береді. Денеге жабысыңқы тұратыны да, бос тұратыны да трендте. Нейтралды түстермен қатар пастельді, яғни жалбыз түс, көкшіл және ақшыл түстерде сәнде болмақ. Келесі сырт киім былғары күрте. Ешқашан сәннен шықпайтын классика. Осы маусымда былғарыдан жасалған күртелер мен жейделерге ерекше назар аударылады. Байкер үлгісі де сәнге қайта оралуда. Былғары күртені бохо стиліндегі киімдермен біріктірсеңіз, ерекше көрініс ала аласыз. Шілтерлі блузалар, жеңіл көйлектер, романтикалық белдемшелермен киіңіз. Қысқа пальтоларда сәнге қайта оралды десек болады. Екі кеуделі және бір төсті модельдер үлкен иықты және о силуетіндегі түрлері ерекше трендте.
Мұндай пальто іскерлік костюмдермен де, күнделікті киетін шалбарлармен де, ботильонмен және лофермен үйлесе кететін эмбебап сырт киім деуге болады. Кристиан Диор және Изабель Марант сәнелері көктемгі сәнге ұзын жылы пончоларды ұсынып отыр. Балама варианты шалбармен, белдемшемен, тіпті джинсымен де үйлесе беретін тоқыма пончолар болып табылады. Келесі жеңіл күртешелер, яғни ветровкалар. Бұларды бұрынғыдай тек джинсылармен ғана емес, енді классикалық шалбармен, жейдемен, тіпті көйлекпен де кие аласыз. Келесі күдері пальто, яғни замш плаштарда трендте болады. Әсіресе күдері тренч пальто ерекше сәнде болмақ. Түсіне келсек, кофе түсінен бастап сирен және көкшіл реңктерге дейін таңдай бересіз. Стильді көрініс жасау үшін күдері тренчті минималистік киімдермен, тік джинсымен, бір түсті лонгслифтермен және қарындаш белдемшелермен үйлестіріңіз. Енді көктемде сәнде болатын реңктерге тоқтала кетсек. Жетекші дизайнерлердің пікірінше табиғи түстермен қатар жарқын реңктермен нәзік пастельді түстерді үйлестіретін боламыз. Атап айтсақ, келесідей түстерге мән береміз. Бірінші шабдалы шырана түсі, жайлылық пен жұмсақтық тудыратын жылы нәзік реңк. Келесі көгілдір түс, теңіз бен әуені еске түсіретін сергіткіш реңк. Үшінші лимон шербеті реңкі, ашықта жарқын түс. Төртінші сирень туманы, лаванда түстес талғампаз және жұмбақ реңк. Бесінші зәйтүн жасылы, эко-трендке ерекше мән беретін терең табиғи түс. Алтыншы түсіміз терракота, күнге күйдірілген саз түстес, жылы топырақты реңк. Жетінші түсіміз күннің батуындағы, яғни коралды реңк, көңілді де жігерлі қызғылт сары түс. Ең соңғысы жалбыз түсі, нәзік те сергектік беретін әдемі реңк. Бұл реңктерді әркім өз тері түсіне қарай сәйкестендіріп таңдауға мән беру керек. Ол үшін тері типіне қарай киім таңдау туралы видеомызды бір қарап алыңыз. Енді осы аталған түстерді бір-бірімен қалай үйлестіруге болатынын қарастырайық. Бейтарап және пастельді реңктер, яғни шабдалы, сирень, жалбыз сияқты түстер романтикалық және талғампаз көріністер берсе, ашық жарқын реңктерді лимон шербеті, лазюрды және корал түстерін стильді аксессуарларға қолданыңыз. Ал табиғи реңктерді, яғни зәйтүн жасылы мен терракота түстерін табиғи маталармен үйлестіріп эко-эстетика жасаңыз. Тәжірибе жасауға қорықпаңыз. Алдағы көктемдік мерекелерде әдемі де жарқын болып жүруіңізге тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Жарасымды киіне білуде өнер. Сәлем сұлуларым. Бүгін көптен қозғалмай кеткен сән тақырыбына, оның ішіне дене бітіміне қарай киім таңдау жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып келе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Дене бітімі толық ханымдар киім таңдауда өздеріне жайлы және сенімді болуын ең басты назарда ұстауы керек. Сондай-ақ стилистердің келесідей кеңестерін ескере жүрсе, киім үлгісі әдемі көрінері сөзсіз. Ең бірінші дене пішініне мән беріңіз. Әркім дене пішініне сәйкес киім таңдаса, киім жақсы отырады. Келесі кеңес тік сызықты киімдер киіңіз. Тік сызықтар немесе тіке кесілу сіздің денеңізді ұзын және тар көруіне көмектеседі. Үшінші түстер мен өрнектер. Яғни қараңғы түстер мен дене пішінін арықтау етіп көрсетуге болады. Дегенмен ашық және қанық түстерден де бас тартпаңыз. Тек үлкен өрнектерден сақтанғаныңыз үшін. Себебі олар көлем қосып көрсетеді. Келесі аксессуарларға да мән беріңіз. Жұқа белбеу немесе үлкен сырға сияқты аксессуарлар сіздің стиліңізге әсерлілік қосады. Ал дұрыс таңдалған іш киім жалпы үлгіңізді жақсартып, киімнің әдемі отыруына көмектеседі. Алтыншы кеңес қабатталған киім үлгісі, яғни жеңіл жейде немесе жакет сияқты қабатталған киімдер үйлесімді көрініс жасайды. Соңғы кеңес жең ұзындығы 3-4 өлшемде болса, қолды визуалды түрде ұзын және әсем етіп көрсетеді. Ал дене бітімі арықтау ханымдар киім таңдарда дене пішінін тепе-теңдікте және сәл көлеңдірек етіп көрсету керек. Бірінші көп қабатты киімдер киіңіз. Жеңіл қабатталған киімдер денеге көлем қосып стильді көрініс береді. Екінші кеңес жұмсақ және ағып тұратын маталар денеге жабыспай пішінге көлем қосады.
Арықша киген ханымдарға келесі кеңес: жарқын түстер мен өрнектері бар киімдерді қолданыңыз. Ашық және қанық түстер немесе үлкен өрнекті киімдер денені толық әрі көрнекі етеді. Сондай-ақ көлденең сызықтарда денені толықтау етіп көрсетеді. Ал аксессуарлардан белді анықтап көрсететін жіңішке белбеулер пішінге үйлесімділік береді. Төртінші кеңес: қалталы және безендірілген киімдер киіңіз. Артық элементтері мен әшекейлері бар киімдер денеге қызығушылықты арттырады. Ал кең шалбарлар мен белдемшелер аяқтарға көлем қосып, стильді көрініс береді. Келесі кеңес: иықты кеңейтіп көрсету. Жеңі ұзын немесе иығында жапсырмалары бар киімдер дене пропорциясын жақсартады. Соңғысы қысқа блейзерлер мен шакеттер, яғни белге дейін келетін қысқа сырт киімдер белді айқындап силуэтке көрік береді. Маңыздысы киімнің сізге ыңғайлы болып, өзіңізді сенімді әрі әдемі сезінуге көмектесуі. Енді адамның түр-түсіне қарай киім таңдауын қарастырайық. Түр-түске қарай киім таңдау сыртқы келбетіңізді жақсартып, жарқын етіп көрсетуге көмектеседі. Түр-түсіңізді анықтау үшін теріңіздің, шашыңыздың және көзіңіздің реңкін ескеру қажет. Түр-түстері әдетте 4 маусымға бөлінеді: көктем, жаз, күз және қыс. Әр маусымға сай келетін түстері болады. Яғни, бірінші көктем түсі. Терісі ашық, жылы реңді, шашы ашық алтын түстес, ашық қоңыр болып келеді. Ал көздері көк, жасыл, ашық қоңыр. Ұсынылатын түстер пастельді түстер: ашық сары, шабдалы түсі, ашық көгілдір, жеңіл қызғылт, ақшыл жасыл түстер. Келесі жаз түрі. Терісі ашық, салқын реңді, шашы ашық сұрғылт, анық қоңыр болып, көздері сұр, көк болады. Мұндай жандарға ұсынылатын түстер күлгін, лаванда, сұрғылт көк, жұмсақ қызғылт, көгілдір, пастельді жасыл түстер. Үшінші күз түрі. Терісі жылы реңді, шабдалы түстес, шашы қара қоңыр, қызғылт сары болып келеді. Ал көздері жасыл, қара қоңыр болады. Ұсынылатын түстер терең қызғылт сары, қола түсі, шоколад түсі, қанық жасыл, сарғыш, зәйтүн түстері. Соңғысы қыс түрі. Терісі салқын, ашық немесе өте қара түсті. Шаштары қою қоңыр, қара және сұрғылт қара. Ал көздері салқын көк, қою қоңыр, сұры болады. Ұсынылатын түстері қанық көк, ақ, қара, қою қызыл, көкшіл жасыл және қанық күлгін түстер. Жалпы қорытындылай айтқанда, контрасты тері реңдері, мысалы өте ақ немесе қара тері үшін қанық, жарқын түстер жақсы үйлеседі. Ал жылы реңді терілер алтын түстес, жерге жақын түстермен үйлесім табады. Салқын реңді терілер салқын түстерді, мысалы көк, күлгін, ашық сұр түстерді жақсы көтереді. Түр-түсіңізді анықтап, сол бойынша киім түстерін таңдасаңыз, табиғи сұлулығыңызды ерекше көрсете аласыз. Мінеки ханымдар, бүгін дене бітіміне және түр-түсіңізге қарай әдемі де тартымды киіну туралы кеңестерімізді қарастырдық. Қазақ тілінде арнамызды қолдап, тіркеліп, лүпіл басып, шабыт сыйласаңыздар, алдағы уақытта сәнді де стильді киіну жөнінде видеолар салып отырамыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сұлу ханымдар, бүгінгі әңгімеміз әйел әдемілігі жөнінде болмақ. Әйел әдемілігі бұл тек сыртқы көрініс қана емес, сонымен қатар ішкі жан дүниесінің байлығы, нәзіктік, мейірімділік пен даналықтың үйлесімі. Сыртқы сұлулыққа табиғи келбет, таза тері, әдемі шаш, үйлесімді пішін, сәнді киім, жарасымды макияж, дене саулығына көңіл бөлу жатса, жымиыс пен шынайы күлкі ғана ішкі сұлулықты көрсетеді. Сондай-ақ ішкі әдемілік дегеніміз басқаларға деген қамқорлық пен түсіністік, даналық, өмірлік тәжірибе мен ақыл парасатты қолдану, сабырлық, қиын жағдайда ұстамды болу, айналасындағыларға қолдау, шабыт беру қасиеті. Ал мәдени рухани байлыққа тіл байлығы, білімділік, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысы, рухани үйлесімділік пен ішкі тыныштық жатады. Әйел әдемілігі тек табиғи қасиет емес, оны күтіп дамытуға болады. Негізгі құндылық өзін-өзі сүю, бағалау, демек өзіне күтім жасау. Бұл арнадан сіздер әйел адамның өз-өзіне дұрыс күтім жасауы, сондай-ақ әдемі де тартымды көріну үшін жарасымды киіну жөнінде біраз ақпараттар мен кеңестер ала аласыздар.
яғни сыртқы сұлулықты қарастырамыз. Сырт келбеті арқылы әйел әлемге өзін таныстырады. Жас пен дәрежеге, материалдық және психологиялық жағдайларға қарамастан, еріншектіктен арылып, күнделікті күтім жасауды бастаңыздар. Күтімді бастамастан бұрын өз тері типіңізді анықтап алыңыз. Тері типін анықтау туралы видео арнамызда бар, қарап алуға кеңес береміз. Қандай да тері болмасын, күнделікті күтім ең алдымен тазарту, сергіту, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Ал қосымша нәрлендіруді иіс майлары арқылы немесе үй жағдайында маска жасау арқылы беруге болады. Енді осы бірнеше қадамды қарастырайық. Бірінші қадам тазарту. Таңертең міндетті түрде тазарту құралдарымен жуынамыз. Себебі түні бойы терімізге бөлінулер болады. Таңертең соны тазалап жуу қажет. Тазарту құралдарын өз тері типіңізге сай келетінін немесе барлық тері типтеріне пайдалана беруге болатынын қолданыңыз. Екінші қадам серпімділік. Яғни теріге серпімділік беру үшін сапалы тоник немесе тонер пайдаланыңыз. Негізі теріні сергіту құралдарын әрбір жуынған сайын қолданған дұрыс. Тоник қолданған соң 5 минуттан кейін сары суды жағамыз. Сары суды пайдалану өте жақсы нәтиже береді. Теріні тегістеп, секпілдерді ағартады, қартаюға қарсы әсер беріп, теріңіздің жақсаруына ықпал етеді. Күн салқын мезгілде майлы негіздегі сары суды, ал жылы маусымда су негізіндегі сары суды қолданыңыздар. Ендігі кезек иіс майларда. Алдымен көз айналасына арналған иіс майды жағып алыңыз. Ең бірінші әжімдер осы тұста пайда болады, сондықтан бейжай қарамаңыз. Көз айналасына арналған иіс майды қастың астында тұратын сүйектің үстіндегі теріге жағамыз, және көз астындағы жұқа теріге жағамыз. Ал қозғалып тұратын дәл көздің үстіндегі теріге иіс май жақпаймыз. Келесі күндізгі иіс май. Құрамында қоршаған ортаның әсерінен қорғайтын компоненттері болады, және теріні күндізгі макияж жасауға дайындайды. Жеңіл және тез сіңімді болып келеді. Соңғы қадам қорғану. Құрамында қорғанысы бар иіс майды, яғни SPF-ті жылдың 4 мезгілінде де жағып жүріңіз. Қорғанышы бар иіс майдан соң барып өң беретін, яғни тональный иіс майды жағасыз. Кейбір күндізгі иіс майлардың құрамында SPF қорғанышы болуы мүмкін. Сондай-ақ кейбір өң беретін иіс майлардың да қорғанышы болады. Мұндай кездері өзара реттестіріп, яғни құрамында қорғанышы бар күндізгі иіс майдан соң өң беретін опа жақсаңыз да құба-құп. Ал кешкі күтімді демакияждан, яғни күндізгі шаң тозаңмен бояулардан арылудан бастаймыз. Ол үшін мицелляр суына немесе 2 фазалық тазарту құралына малынған мақта дискісімен бетті сүртеміз. Болмаса гидрофилді майды бетке жағып, содан соң барып тазартатын гелмен немесе көбікшелермен жуынамыз. Сергіту үшін тоник не тонер қолданамыз. Егер қажет болса ғана, яғни курспен сары суды немесе эссенцияны жағуымызға болады. Содан соң барып көз айналасына арналған иіс маймен бетке арналған түнгі иіс майды қолданамыз. Егер қосымша скраб не пилинг, маскалар жасайтын болсаңыз, сергіту алдында, яғни бетті тазартып болған соң жасауға кеңес береміз. Енді маска жасауды қарастырайық. Әйел адам бұрынғы заманнан сұлулыққа ұмтылған жан емес пе? Сол себепті ежелгі патшайымдар өз сұлулықтарын сақтап қалу барысында қолда бар өнімдерден маскалар жасаған. Қазіргіде технология дамыған заманда әрине басқа да тәсілдермен дайын маскалар жетерлік. Алайда бетіңізге не жағып жатқаныңызға 100% сенімді болғыңыз келсе, онда масканы өзіңіз жасап жақсаңыз, қымбат масканың нәтижесінен кем түспейді. Тек ерінбесеңіз болды. Үй жағдайында маскалар нәрлендіретін, ылғалдандыратын, жасартатын, тазартатын және ағартатын деп бөлінеді. Маска жасарда мына ережелерді қатаң сақтаңыз. Кемі 20-30 минут өзіңізге демалыс жариялаңыз. Масканы жақпас бұрын аллергияға тексеріп алыңыз. Ол үшін дайын болған маскадан кішкене бөлігін қолдың сыртқы бөлігіне жағып, 15 минут күтеңіз. Егер ешқандай қышу, қызару болмаса, онда масканы пайдалана беруге болады. Маска жаққан соң күлуге, ашулануға, тіпті сөйлеуге де болмайды. Өйткені мимикалық әжімдер түсіп, кері нәтиже көруіңіз мүмкін. Сондықтан үй шаруасын қоя тұрып, өзіңізге демалыс жариялап, кітап оқыңыз, журнал парақтаңыз, музыка тыңдаңыз, немесе ванна қабылдаңыз. Енді үй жағдайындағы маскалардың бірнеше түрлерін қарастырайық.
Бет терісі өз қызметін толықтай орындау үшін оны нәрлендіріп тұруымыз қажет. Табиғи бет маскаларын нәрлендіретін, ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын деп бөлу өте орынды. Өйткені маскалардың құрамындағы қоспалар әртүрлі әсер етеді. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода біз бет терімізге қорек беріп нәрлендіретін маскаларды қарастырамыз. Ал сіздерден қолдауларыңыз бен дүпілдеріңізді күтеміз. Ең бірінші барлық тері типіне жасауға болатын масканы қарастырайық. Құрғақ және қалыпты тері үшін біраз қасық бал мен біраз қасық қою қаймақты араластырып, таза бетке 15-20 минутқа жағамыз. Жуып ылғалдандыратын крем жағамыз. Ал майлы және аралас тері үшін бұл маскаға майлылығы аз қаймақпен 1 шай қасық лимон сөлін қосып жасауға болады. Бұл маска нәрлендіреді, ылғалдандырады, майда әжімдерді жазып, өң береді. Қалыпты тері үшін жүзімнен де нәрлендіретін маска жасауға болады. 6-7 түйір жүзім жемісін сүйек пен қабығынан тазартып, біраз қасық қаймақпен араластырамыз. Бетімізде 20-30 минут ұстап, жылы сумен жуамыз. Келесі маска біраз қасық қатықты 1 шай қасық балмен және 1 шай қасық ұнтақталған сұлы қауызмен араластырып, 20 минутке таза бетке жағып қоямыз. Бұл нәрлендіретін маска құрғақ терінің қабыршақтануын басып жұмсақтық береді. Бет терісін нәрлендіруде банан өте пайдалы. Оның құрамында қышқылдар мен дәрумендер теріге қорек беріп, серпімдетеді. Енді осы бананнан маска жасаймыз. Жақсы піскен бананның жартысын шаншқымен езіп, 1 шай қасық балмен және 25 грамм йогуртпен араластырамыз. Дайын қоспаны бетімізге жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Бірақ бетіңізді сүртпеңіз. Суды бетіңізге сіңдіріңіз. Мінекей сұлуларым, бүгін бірнеше нәрлендіретін маскаларды қарастырдық. Алдағы уақытта ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын маскаларға тоқталамыз. Қоршаған орта, күйзеліс, дұрыс тамақтанбау, шашты бояу және жиі сәндеу, мұның бәрі шашымыздың нашарлауына келеді. Сондықтан теріге күтім жасағандай шашқа да көңіл бөлуіміз қажет. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода құрғақ және сыңғыш шаштың өзін қалай тегіс те жылтыр етуге болатыны, яғни шаш күтімі жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле отырыңыздар. Үй жағдайында шашқа да күтімді ойдағыдай жасап жүрсеңіз, қымбат салонның процедураларынан кем болмайды. Ол үшін тек күтім құралдарын дұрыс және өз шашыңызға сай келетінін таңдауыңыз қажет. Ең бірінші қадам шашты тарау. Шашты тек таңертең ғана емес, сонымен қатар күні бойы тарау керек. Және жуар алдында міндетті түрде тараңыз. Жуу кезінде шаштың аздап түсуі қалыпты жағдай. Бұл жаңа шашқа орын беретін табиғи процесс. Ал егер таралмай шатасқан шашты жуатын болсаңыз, байқамастан жаңа өсіп келе жатқан сау шаштарыңызды да жұлып алуыңыз мүмкін. Шашты ұшынан бастап тарауға кеңес береміз. Шаш ұзындығын ұстап тұрып, дөрекі қимылдарсыз мұқият ұштарын тараңыз. Содан соң бірте-бірте шаш түбіне қарай жылжып отырыңыз. Бұлай тарау шашты зақымдамайды, шатас жақсы таралады. Екінші қадам бас терісіне пилинг жасау. Бұл өте маңызды процесс. Көп адамдар бұл процеске мән бермейді. Бекер, себебі бас терісіне дұрыс күтім жасау әдемі сау шаштың кепілі болып табылады. Бас терісіне пилинг жасау әртүрлі болады. Абразивті, яғни қатты бөлшектермен және қышқыл негізінде. Қышқыл негізіндегі пилинг жұмсақ әсер етсе, абразивті бөлшектер мұқият жуу керек. Бірақ екеуі де бірдей нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұндай пилингтер терінің өлі жасушаларын жойып, терең тазартады, шаштың өсуін ынталандырады. Ал пилинг кезінде басқа масса жасайтын болсаңыз, қанның таралуы жақсарып, миға да пайдасы тиеді. Қабыршақтандыру тек майлы бас терісіне керек деген қате түсінік. Құрғақ теріде пилингті қажет етеді. Тек майлы тері үшін аптасына 1-2 рет, ал құрғақ тері үшін 2 аптада 1 рет жасау жеткілікті. Келесі ең маңызды қадам шаш жуу. Шаш жуудың да өз ережелері бар. Су сабынды шашқа емес, алдымен алақанда көпіртіп алған дұрыс. Осылайша ол бас терісіне жұмсақ әрекет етіп, теріні тітіркендірмейді. Келесі су сабынды шаштың бүкіл ұзындығына жағуға болмайды. Әуелі бас терісіне жағып, сәл уқалап алынған көбікті шаш ұзындығына таратқан жөн. Бас терісі шаштан бұрын майланады, ал бұлай жуу әдісі шаштың құрғауынан сақтап, терінің мұқият тазаруына себеп болады.
Үшінші, сусабынның өзі де үлкен рөл атқарады. Шашыңыздың күйіне қарай белгілі бір мәселені шешетін сусабын түрін таңдаңыз. Ылғалдандыратын, нәрлендіретін, немесе құрғақ шаш үшін сынғыштықты жою, майлы шаш үшін тереңірек тазарту. Төртінші, маска жасау. Үй жағдайында маска жасау арқылы салондағыдай нәтиже алуыңыз мүмкін. Ал боялған немесе бұраланған шаш үшін маска жасау таптырмас көмекшілер бола алады. Маскалар жасау арқылы сіз зақымдалған шашты қалпына келтіріп, жұмсақтық пен жылтырлық сыйлайсыз. Сондықтан шашты қиюға асықпаңыз. Маска жасар алдында шашты жуып, сүлгімен әбден сүртіп алыңыз. Сонда маскадағы белсенді заттар шаштың құрылымына терең еніп, жақсы нәтиже береді. Құрамы мен әсер етуіне қарай маскаларды 5-10 минут, ал кейде 30 минутқа дейін ұстауға болады. Егер маска бас терісіне арналмаған болса, тек шаштың ұзындығына жағасыз. Әйтпесе шашты ауырлатып жіберуі мүмкін. 5-ші қадам, бальзам не кондиционер. Маскадан соң шашқа енген пайдалы заттарды ұстап тұру үшін құрғақ шашқа бальзам, ал майлы шашқа кондиционер қолданыңыз. Масканы аптасына 1-2 рет жағатын болсаңыз, бальзам не кондиционерді әр жуған сайын жағыңыз. Себебі бұл өнімдер шашты жұмсартып, тегіс етеді. Бальзам немесе кондиционер шаштың ұзындығына жағылады. Керісінше шаштың түбіне жағу кері әсер беруі мүмкін. Сондай-ақ шашта көп уақыт ұстасам жақсы нәтиже береді деген қате ұғым. Артық уақыт ұстау майлы шаш әсерін беруі мүмкін. Өндіруші фирманың ұсыныстарын орындаған жөн. 6-шы, шашқа арналған сарысу. Шаш жууды аяқтайтын қадам сарысу жағу. Шаштың әртүрлі мәселелерін шешетін көптеген құралдар бар. Сарысулар мен майларды пайдалану шашты қосымша күту мен қорғау мақсатында қолданылады. Шашқа қорек беріп, жылтырлығын қалпына келтіреді. Жұмсартады. Кейде бұлардан да басқа қосымша қызметтер атқарады. Сондықтан шашыңыздың типіне қарай таңдап алыңыз. Кез келген сарысуды шаштың ұштарына жағып, қалғанын ұзындығына қарай таратасыз. Бұл әдіс шашты ауырлатпай, майлы көрінуінен сақтайды. Ешбір өнім таралған шаш ұштарын бір-біріне жабыстырмайды. Керісінше жұмсартып, ұқыпты көрсетеді. Соңғы қадам, дұрыс кептіру. Көп деген ханымдар үшін шашты ыстық фенмен кептіру әдетке айналған. Алайда шаштың табиғи өздігінен кебуі шаштың зақымдалып, ісініп, біркелкі болып кеппеуіне әкеледі. Сондықтан да шашты кептіргішпен, бірақ термиялық қорғаныспен кептірген дұрыс. Яғни қорғанышы бар спрей не крем жағып алып кептіріңіз. Ал зақымдану болмау үшін салқын ауамен кептірген дұрыс. Ауа ағынын шаштың түбінен бастап өсу бағытына қарай бағыттаңыз. Ылғал шашты тарамаңыз. Бұл шаштың сынғыш болуына келеді. Мінекей сұлуларым, біз бүгін үй жағдайында шаш күтімі жөнінде толық айтып шықтық деп ойлаймыз. Егер осы айтылған кешенді күтімді ұстанатын болсаңыз, шашыңыз көп ұзамай жақсы өзгерісімен қуантатын болады. Ал шашқа үй жағдайында маскалар жасау жөнінде алдағы видеоларымызда айтатын боламыз. Сәлем сұлуларым. Бүгін көпшілігіміз мән бере бермейтін ерін күтімі жөнінде айтатын боламыз. Ал сіздер лүпілдеріңізді басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Ханымдар, сіздер әр адамның ерні олардың саусақ іздері сияқты ерекше екенін білесіздер ме? Бірақ бұл еріннің жалғыз ерекшелігі емес. Сонымен қатар ерінде миллиондаған жүйке ұштары орналасқандықтан, бұл аймақ денеміздегі ең сезімтал мүшелердің бірі болып табылады. Оның себебі терінің ерекше құрылымында. Бұл ерекшелік визуалды түрде де байқалады. Бет терісі мен ерін түстерін салыстырып көріңіз. Бет терісі мүйізді қабаттан, эпидермистен, дермадан және гиподермадан тұрса, ерінде бұл қабаттар әлде қайда аз. Сондай-ақ ерін терісінде меланоциттер жоқтың қасы. Ал меланоцит меланин өндірісіне жауапты жасушалар. Меланин теріні ультракүлгін сәулелерден қорғап, реңк береді. Бұл жасушалардың болмауы ерніңіздің күнге күйіп, ерте қартаюын арттырады. Ерін неге құрғап кетеді? Ерінде май бездерінің болмауы құрғақтық пен қабыршақтануға сезімтал етеді. Кез келген қолайсыз ауа райымен қатар ерінді тістеу, жалау, сұйықтықты аз ішу, дәрумендердің жетіспеушілігі дұрыс күтім жасамауда ерніңіздің ерте қартаюына келеді. Ал ерінге де күтім керек екенін көп адамдар біле бермейді. Сол себепті бүгінгі видеомызды ерінге арналған 7 кеңеске арнаймыз. Біз ерінге бальзам жағуды ғана білеміз. Бұл әрине жақсы.
Алайда сұлулық іштен басталады демекші, дұрыс және теңдестірілген тамақтану, дәрумендер мен май қышқылдарын жеткілікті мөлшерде жеу, денсаулық пен тартымды көрінуіңіздің кепілі бола алады. Тамақтану рационыңызда майлы балық, жұмыртқа, сүт өнімдері, жаңғақтар, өсімдік майлары, жемістер мен көкөністер үнемі болуы керек. Ал омега-3 пен үнемі толықтырып отыру қартаю мен әжімдерінің алдын алады. Екінші кеңесіміз ерінге скраб не пилинг жасап отыру. Өлі жасушалардан арылтып, ерніңіздің саулығын арттырады. Үй жағдайында табиғи таза бал мен қантты бірде-бір мөлшерде араластырып, таза ерінге жағып, жайлап массаж жасайсыз. 10 минутқа қалдырып, жылы сумен жуып тастайсыз. Үшінші, нәрлендіретін маскалар жасау. Ең дұрысы су ваннасында қыздырылған зәйтүн майы. Майдың температурасы бөлме температурасынан сәл жоғары болуы керек. Осы зәйтүн майын сәбіз сөлімен қосып маска жасасаңыз да болады. 1 шай қасық сәбіз сөлін 1 шай қасық зәйтүн майымен араластырып, ерніңізге жағыңыз. 5-10 минуттан соң суылықпен сүрттіңіз. Содан соң ерінге кішкене бал жағып, ылғалдандырып, 3-5 минуттан кейін оны да суылықпен сүртіп алыңыз. Сондай-ақ ерінге ұзақ уақыт ылғалдық беретін ерінге арналған патчиларды қолдансаңыз да болады. Келесі кеңес, сыртқа шығар алдында әрдайым ерінге арналған қорғанышы бар бальзам жағып алыңыз. 2-3 секунд уақытыңызды алатын бұл процедура еріннің қорғауы мен жарылуынан сақтайды. 5-ші кеңесіміз, еріндегі бояуды мұқият сүртіңіз. Ол үшін 2 фазалы тазалау құралдарын қолданыңыз. Мұндай құрал біріншіден бояуды жақсы алса, екіншіден теріні қорғаудан қорғайтын майлы компоненттері болады. Келесі кеңес, үй жағдайында ерінге нәрлендіретін иісмай жағып жүріңіз. Себебі бальзам қорғанышты арттырып, ерін терісін толық бітеп тастаса, ал иісмай ерінді ылғалдандырып тез сіңеді. Ең соңғы кеңесіміз, ерінге де массаж жасаңыз. Бұл қан айналымын арттырып, оттегінің жеткізілуін белсендіреді. Коллаген мен эластин талшықтарының өндірісіне ықпал етеді. Ол үшін жұмсақ тіс щеткасын пайдаланыңыз. Ал мұз текшелерімен сүрту ерніңізді тартымды етіп қана қоймай, төмен температураға төзімдетеді. Енді әр маусымдағы ерін күтіміне тоқталсақ. Сезімтал ерін терісі үшін әр маусымның өз әсері бар. Ауа райы жағдайлары әртүрлі болғанымен, бәрі бір нәтиже береді, яғни құрғақ және қабыршақ еріндер. Мұны болдырмас үшін ерінге де әрдайым күтім керек. Қысқы мезгілде үнемі нәрлендіретін бальзам жағып жүріңіз. Және сыртта ешқашан ерінді жаламаңыз. Ал көктемде ылғалдылық беретін өнімдер қолданып, күңгірттік, яғни матовость беретін далаптардан аулақ болыңыз. Жаздың ыстығында ультракүлгін сәулелерден қорғайтын SPF қорғанышы бар бальзамдар жағыңыз. Ал күз мезгілінде ағзаға дәрумендер жетіспеушілік артатындықтан құрамында А және Е дәрумендері бар бальзамдар қолданыңыз. Мінекей сұлуларым, бүгін ерін күтімі жөнінде біршама мәліметтер берілді деп ойлаймын. Алдағы уақытта пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Міне кезек теріні тазартатын маскаларға да келді. Теріні тазартатын маскалардың құрамына негізінен сұлы жармасы, не қауызы, жұмыртқа ақуызы, желатин, ас содасы, тұз және косметикалық саз кіреді. Сұлы қауызы өлі жасушаларды алып, теріні микроэлементтермен қанықтандырады. Желатин теріні тартып, бөртпелерді кетіретін керемет өнім болса, ақуыз теріні тартып, өң береді, тері тесіктерін кішірейтеді. Аспирин, тұз, ас содасы және косметикалық саз секілді өнімдер терінің терең қабатын тазартуда жақсы нәтиже береді. Енді осы өнімдерден дайындалатын бірнеше тазартатын маскаларға тоқталайық. Барлық тері типіне арналған сұлы маскасынан бастайық. Құрғақ тері үшін сұлы жармасын жылы сүтпен араластырамыз. Қоймалжың масса болу керек. Таза бет терісіне жағып, 15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Осы масканы майлы және аралас тері типтері үшін ұнтақталған 1 ас қасық сұлы жармасын 1 ас қасық қаймақ және 1 шай қасық лимон сөлімен араластырамыз. Қоспаны бетке 15 минутқа жағып, салқындау сумен жуамыз. Масканың артығын тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтап пайдалануға болады.
Қара нүктелерді кетіруге ең нәтижелі маска желатин мен белсендірілген көмірден жасалады. 2 таблетка активтендірілген көмірді ұнтақтап, 1 шай қасық желатинмен қосамыз. Үстіне 1 шай қасық су не сүт қосып жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны 20 секундқа микротолқынды пеште немесе ыстық суға желатин ерігенше салып аламыз. Аралас тері үшін бұл масканы Т аймаққа 20-30 минутқа жағып қоямыз. Уақыт өткен соң жылдам қимылмен аламыз. Ал саздан жасалатын маскалар майлы теріні жақсы тазалайды. 2 ас қасық сазға газсыз минералды суды біртіндеп құйып, қаймақ тәріздес болғанша араластырамыз. Көз айналасынан алшақтау, қалыңдау етіп жағамыз. 10-15 минуттан соң жайлап ылғалдандырып жуып тастаймыз. Енді аспирин таблеткасынан тазартатын маска жасайық. 2 таблетка аспиринді езіп, ұнтақтап, 2 ас қасық қатықпен араластырамыз. 20-30 минутқа бетке жағып, жуып тастаймыз. Аспирин бөртпелерді кетірсе, сүт қышқылы, яғни қатық бет терісін жеңіл қабыршақтандырады. Аспириннен тағы бір маска жасауға болады. 4 таблетка аспиринге 4 тамшы су тамызамыз. Аспирин ісініп босайды. Содан соң езіп, 1 шай қасық балмен 1 ас қасық алоэ гелін қосып мұқият араластырамыз. Масканы 15 минутта ұстап, жуып, ылғалдандыратын иісмай жағамыз. Ас содасы да теріні терең тазалайды. Құрамында теріге ерекше әсер ететін натрий биокарбонаты бар. Сода негізіндегі маскалар тиімді тазартуға көмектесіп, шаршауын басады. Бірақ та ас содасы абразивті қасиеттерге ие, сондықтан да оны мұқият және сирек пайдаланыңыз. Ас содасына маска дайындау үшін 1 ас қасық соданы қоймалжың масса болғанша кәдімгі сумен немесе жуынуға арналған гельмен араластырамыз. Мұндай масканы аптасына 2-3 рет жасауға болады. Бір курс 10 рет жасаудан тұрады. Одан соң 14 күн үзіліс жасайсыз. Ал келесі маскамыз жұмыртқадан жасалады. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, бірнеше тамшы алма сірке суымен және 1 шай қасық балмен араластырамыз. Қоймалжың масса болғанда сарыуызды қосып жақсылап араластырамыз. 10 минутқа таза бет терісіне жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Ең соңғы маскамыз тұз бен тіс пастасынан жасалады. Бөртпелер мен қатқылданған тері бөліктерін тазартып, жұмсартады. 1 ас қасық тіс пастасына 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Қоспаны бетке жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Тіс пастасының өзінен де маска жасауға болады. Ол үшін кез келген тіс пастасын алып, бір тегістетіп бетке жағамыз. 3 минутқа ғана бетте ұстаймыз да жылы сумен жуып тастаймыз. Пастаны жағар алдында бетті сәл ылғалдандырып алсаңыз да болады. Бірақ көз айналасынан абайлап алшақтау етіп жағыңыз. Бұл маска бетті сауықтырып өң береді, тазартады. Аптасына 1 рет қолданыңыз. Мінекей, бүгінде бет терісін терең тазартатын бірнеше маскаларды қарастырдық. Ерінбей жасап, әдемі болып жүріңіздер. Қоршаған ортаның әсерінен бірінші кезекте қолымыз зардап шегеді. Себебі күнделікті өмірде ең көп қимыл жасайтында осы қолдарымыз емес пе? Сәлем сұлуларым, бүгінгі әңгімеміз қол күтімі жөнінде болмақ. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Беттегі теріге қарағанда қол терісінде су мөлшері 4-5 есе аз болады. Әйел адамның жасын осы қолдарға қарапта біле береді деген түсінік бар. Сол үшін қолымызға да күнделікті күтім жасауды әдетке айналдырайық. Арнайы күтім жасалмаса, қол өзін-өзі қорғауға қабілеті төмен екен. Өйткені май бездері қолдың үстіңгі қабатында өте аз мөлшерде, ал алақанда мүлдем болмайды екен. Қол терісі ерте қартаймау үшін 20-25 жастан бастап күтімді бастай беру керек. Бұл оның саулығы мен сұлулығы үшін өте маңызды. Бет терісі секілді қолға күтім жасауда бірнеше кезеңдерден тұрады. Ең бірінші тазарту. Қолды жуу үшін жұмсақ иіс сабындар немесе ылғалдандыратын гельдер қолданыңыз. Кір сабынмен мүлде жумаңыз, себебі құрамында химиялық сілті көп. Теріні жарып құрғатып жібереді. Қолды ыстық сумен де жумаңыз, себебі теріні құрғатады, және жарылуға келетін суық сумен де жумаңыз. Ең оңтайлысы жылы су. Жуып болған соң әбден құрғатып сүртіңіз.
Екінші қадам ылғалдандыру. Қолға арналған иіс майларды міндетті түрде қолданып жүріңіз. Таңертең және күні бойы жеңіл ылғалдандыратын иіс май не гель жағып, ал кешке нәрлендіретін иіс май жағыңыз. Әсіресе ыдыс-аяқ немесе кір жуғаннан кейін құрамында табиғи майлары бар глицерин, алоэ вера немесе гиалурон қышқылы бар иіс майларды қолданыңыз. Келесі қадам қорғау. Күнделікті үй шаруасында резеңке қолғап киюді әдетке айналдырыңыз. Резеңке қолғап кимес алдын қолдарыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Ал егер мұндай қолғаптар кигіңіз келмесе, қорғанышы бар иіс майларды жағып алыңыз. Сыртқа шығар алдында күннен қорғайтын қорғанысы бар иіс майды жағып алыңыз. Бұл қолыңыздың ерте қартаюынан сақтайды. Тырнаққа да күтім жасаңыз. Тұрақты қысқартып, егеп тұрыңыз. Тырнақты дұрыс егеу оның дұрыс өсуіне әсер етеді. Теріні зақымдап алмай, өскен еттерді қысқышпен алып отырыңыз. Тырнақ саулығын сақтау үшін құрамында ацетоны жоқ лак кетіргіш пайдаланыңыз. Қол терісін жұмсартып, тырнақты қатайту үшін қол ванналарын жасаңыз. Тұзды ваннаны аптасына 1-2 рет жасап, эфир майларын тамызсаңыз да болады. Бадам, жажоба майлары, өрік майы. Түймедақ қайнатпасынан да су ваннасын жасай аласыз. Теріні тыныштандырып, жұмсартады. Бет терісі секілді қолға пилинг жасап тұрған жөн. Ол үшін үй жағдайында 2 шай қасық кофені зәйтүн майымен немесе кез келген маймен араластырып, қолға ақырындап жағамыз. Әсіресе тырнақ айналасындағы еттерге массаж жасаймыз. Бұл скраб өлі жасушалар мен қатқыл терілерді кетіреді. Қолдарыңызға массаж жасап тұруды да әдетке айналдырыңыз. Массаж жасауда жақсы көмектеседі. Шаршауын басып, қан айналымды жақсартады. Әр саусаққа 5-10 секундтан уқалап массаж жасасаңыз, сізге рахметін айтады. Енді үй жағдайында қолға жасалатын маскаларды қарастырайық. Маска жасау қол терісінде өте пайдалы. Бұл әсіресе терісі құрғақтыққа бейім жандарға қажет. Әдетте қол терісі үшін сарыуыз, бал, зығыр майы негізіндегі маскалар тиімді. Зәйтүн майын жылытып, бірнеше тамшы лимон сөлін қосыңыз. Қолыңызға жағып, 15 минуттан соң жуып тастаңыз. Теріні жұмсартып, тырнақты қатайтады. Ал қол терісін ылғалдандыру үшін 1 ас қасық балға, 1 ас қасық алоэ вера гелін, 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, араластырып, қолға жағып қоямыз. Сыртынан қолғап киіп, немесе ас орайтын пленкамен орап қойыңыз. 20-30 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Ал бананнан жұмсартатын маска жасайық. Жарты піскен банан, 1 шай қасық бал, 1 шай қасық майлы кілегейді жақсылап араластырамыз. 20 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Қол терісін нәрлендіретін маска жасау үшін 1 сарыуызға 1 ас қасық зәйтүн майын және 1 шай қасық лимон сөлін қосып араластырамыз. 15-20 минутқа жағып, жылы сумен жуамыз. Ал егде тері үшін жасартатын маска жасасақ, асылған 1 картопты езіп, үстіне 1 ас қасық сүтпен 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. Жылы масканы қолға жағып, резеңке қолғап киіп аламыз. 20 минуттан соң жуып тастаймыз. Қол терісінің әжімденуінің алдын алып, жұмсақтық сыйлайтын маска жасау үшін 1 шай қасық картоп крахмалын және 1 шай қасық глицерин, 1 ас қасық жылы сумен араластырамыз. 20 минутқа жағып қойып, жылы сумен жуып тастаймыз. Ал теріні терең ылғалдандыру үшін 1 ас қасық кокос майымен 1 шай қасық балды араластырып, таза қол терісіне жағамыз. Қолғап киіп алып, 20 минуттан соң жуып тастаймыз. Жақсы нәтиже көру үшін маскаларды аптасына 1-2 рет жасап жүру керек. Маска жасар алдында қолыңызға пилинг жасап, жуып тазалап алыңыз. Маска жасап болған соң міндетті түрде нәрлендіретін иіс май жағыңыз. Мінекей сұлуларым, бүгін қол күтімі жөнінде біраз ақпараттар мен кеңестер бердік деп ойлаймыз. Алдағы пайдалы ақпараттардан қалып қоймау үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күн сұлуларым, бүгін бет терісін жасартатын маскаларға тоқталамыз. Жасарудың ең қолжетімді түрі бет жаттығуларын және маскалар жасау. Жақсы нәтиже көру үшін күнделікті жаттығулар жасап, ал масканы аптасына 1-2 рет 1 ай бойы жасау керек. 3 ай үзіліс жасап, қайтадан 1 ай бойы қайта жасай керек. Үй жағдайындағы мұндай маскалар тері қартаю белгілерінің, яғни терінің салбырауының,
қарадақтар мен әжімдердің пайда болуының алдын алады. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Бірінші, ас содасы мен бал маскасы. Бір шай қасық соды мен жылы балды араластырамыз. Қаймақ тәріздес масса болады. Бетте 20 минут ұстап, бөлме температурасында сумен жуамыз. Бұл маска теріні тартып қана қоймай, тазартады. Ал егер ағарту нәтижесін көргіңіз келсе, 1-2 тамшы лимон сөлін қосып жіберіңіз. Мұндай масканы 1 айдан 3 айға дейін қолдануға болады. Балға аллергиясы бар жандарға болмайды. Келесі маскамыз желатиннен жасалады. Желатиннің құрамында коллаген өте мол. Қалыпты тері үшін таптырмас маска жасау үшін 5 грамм желатинді 5 грамм ұнмен және 10-15 литр қышқыл сүтпен араластырамыз. Үстіне 50 мг су құямыз. Желатин бетке жақсы жағылу үшін алдын ала жылы суда қыздырып, одан соң сәл суытып алу керек. 20-25 минутке жағып қойып, бірден жууға болмайды. Алдымен бетті сәл уақытқа ыстық буға ұстау керек. Желатин жібейді, соң барып жуу керек. Сығыр тұқымы да бет терісіне жасарту әсерін береді. Бұл масканы үнемі жасап жүрсеңіз, тері тартылып тегіс және серпімді болады. Бір шай қасық сығыр тұқымын 1 ас қасық жылы су құйып 8 сағатқа тұндырып қоямыз. Қажет болса, үстіне тағы да кішкене су құйып араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, кеуіп кетпей, үстіне тағы жұқалап жағамыз. 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып, крем жағамыз. Келесі нәтижеге тез қол жеткізетін маска, яғни жұмыртқа маскасы. Ақуызды сарыуыздан бөліп аламыз да, ақуыздың бетке жағамыз. Көз айналасынан алшақтау етіп жағыңыз. 15-20 минут ұстап, салқындау сумен жуамыз. Бұл маска май жылтырын кетіреді, бетті тартады және жұмсартады. Келесі маска осы ақуызға крахмал қосып жасалады. Ақуыздан жасалған маска егде тартқан теріні тартады, тері тесіктерін құрғатады. Ақуызды көпіршітіп ұрып, үстіне 2 шай қасық крахмал қосып, бір текті масса болғанша араластырамыз. Қоспаны тез құрғайтын және ерте қартая бастайтын, яғни бет, мойын, декольте аймағына және қолға да жағамыз. Сіңіп кетсе, үстіне тағы бірнеше қабат жағуға болады. Теріге сіңген соң жуып тастаймыз. Ылғалдандыратын иісмай жағамыз. Бұл масканы 21 күн бойы кешке жасап жүрсеңіз, нәтижесін алғашқы 10 күнде-ақ байқай бастайсыз. Бұл масканы сәбіз бен зәйтүн майын қосып жасауға да болады. Яғни сәбіз бен ақуызды араластырып, крахмал қосып, үстіне 1 шай қасық зәйтүн майын қосасыз. Жақсы нәтиже береді. Келесі маскамыз жарты бананды езіп, үстіне 1 шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Үй жағдайында лифтинг маска жасауда бал таптырмас өнім. Құрамы пайдалы элементтерге бай. Майлы тері үшін балды жеміс және көкөніс сөлінен араластырамыз. Ал құрғақ тері үшін ұн немесе картоп крахмалын және 1 ас қасық қатық не сүт қосамыз. Ал алоэдан жасартатын маска жасау үшін 1 ас қасық алоэ сөліне 1 ас қасық нәрлендіретін крем және осындай мөлшерде өсімдік майын қосамыз. Жақсылап араластырып 10 минутқа жағып қоямыз. Және соңғы маскамыз аскөк пен сұлыдан жасалады. Балғын аскөкті ұсақтап турап, үстіне блендермен майдаланған сұлы жармасын және 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. 15 минутқа жағып қойып, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл маска теріге тонус беріп, балғындық өң кіргізеді. Мінекей сұлуларым, бүгінде теріні жасартатын бірнеше маскаларды қарастырдық. Жасарыңыздар, жасаңыздар. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді баса кетіңіздер. Армысыздар сұлуларым, мінекей көптен күткен көктемде келді. Бүгін көктемгі бет күтімі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан арнамызға жазылып, соңына дейін көріңіздер. Көктем келіп, иммунитет әлсіреп, шаш пен тырнаққа және терімізге де әсер етеді. Көктемде бет терісі құрғап, өңін жоғалта бастайды. Сондықтан келесіде кеңестерге құлақ түріңіз. Таза ауада серуендеңіз, 8 сағаттық ұйқы режимін сақтаңыз. Жеміс жидектер мен көкөністерді молырақ пайдаланыңыз.
ыстық ванна қабылдаңыз, немесе моншаға барыңыз. Бұл қыс бойы ағзада жиналған токсиндардан арылтады. Бет күтіміндегі ең бастысы бетті таңертең және кешке тазартып, күтім жасаңыз. Көктемде құбырдан келетін сумен жуынбаған жөн. Мейлінше қайнап суытылған сумен жуыңыз. Шөптер тұнбасымен жуынсаңыз да нұр үстіне нұр болар еді. Егер теріңіз майлы болса, шөптер тұнбасын мұз қатыратын ыдысқа салып, мұздатқышта қатырып алып, күнделікті бет жусаңыз, бет терісіндегі тесіктерді тарылтып, май бездерінің жұмысын ретке келтіреді. Майлы тері иесіне құрамында спирті аз құралдарды қолдану керек. Қыста пайдаланған майлы қорек беретін кремдерді бірте-бірте ылғалдандыратын кремдерге ауыстырамыз. Құрғақ тері көктемде одан әрі құрғап көмескіленеді. Сондықтан сұйықтықты көп ішіп, сапалы ылғалдандыратын крем жағамыз. Ылғалдандыратын маскаларды да ұмытпаймыз. Көктемнің жайма шуақ күндері бәрімізге ұнағанымен ультракүлгін сәулелер бет терімізге кері әсерін береді. Далада күн сәулесінде көп жүру бетті күйдіріп, құрғатып жіберуі мүмкін. Сондықтан сыртқа шығарда күннен қорғайтын кремді міндетті түрде жағуымыз керек. Күннен қорғайтын, яғни SPF кремді күнделікті 2,5 сағат сайын жаңартып жағып отыру керек. Сонымен қатар кремнің қаншалықты қорғай алатыны да маңызды. SPF 15 ультракүлгін сәулесінің 93-95%-ын бұғаттаса, SPF 30-97%-ын, ал SPF 50-98%-ын бұғаттайды. Көктемгі бет күтімінде үй жағдайында маска жасауда мына ережелерді сақтаңыз. Майлы теріге негізінен тазартқыш маскалар, ал құрғақ теріге нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар қолданған жақсы. Егде жастағы ханымдарға бет күтіміне қосымша жасартатын және тартатын маскаларды қосу керек. Мұндай маскаларға алдағы видеоларда жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ылғалдандыру тері күтіміндегі ең басты процедуралардың бірі болып табылады. Құрғақ терімен қатар аралас майлы терілерді ылғалдандырып жүруіміз қажет. Сәлем сұлуларым, бүгінгі видеомызды дәл қазіргі кезде, яғни қыс мезгілінде терімізге ең қажет болып табылатын ылғалдандыру маскаларын қарастырамыз. Ал сіздер әдеттегідей контентімізді қолдап, тіркеліп, лүпіл қалдыра отырыңыздар. Тері ылғалдылығын сақтау үшін арнайы иіс майлар мен гельдерді қолданып жүріңіз. Құрамында гиалурон қышқылы, глицерин немесе сүт қышқылы бар өнімдер өте жақсы нәтиже береді. Күніне кем дегенде 8 стакан су ішіп жүріңіз. Сондай-ақ арган, шие майы, лаванда майы секілді табиғи майларда терінің ылғалдылығын сақтап, жұмсақтық береді. Бетті жуған соң тері қаймай тұрып, ылғалдандырғыштарды қолданамыз. Бұл ылғалдың теріде сақталуына көмектеседі және аптасына 1-2 рет ылғалдандыратын маскаларды пайдалану теріні тереңнен ылғалдандырып, жаңа клеткалардың пайда болуына ықпал етеді. Енді осындай маскалардың бірнешеуін қарастырайық. Бал мен сарыуыз маскасы. 1 сарыуызбен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық балғын қаймақты немесе өсімдік майында араластыруға болады. Жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны бетке 15-20 минутқа жағып, салқын сумен жуып тастаймыз. Ал құрғақ тері үшін 1 картопты асып, езіп аламыз да, біраз қасық майлы қаймақпен араластырамыз. Бетімізге жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Үй жағдайында алоэ да жақсы көмектеседі. Ол үшін біраз қасық алоэ вера гелін, біраз қасық сүзбемен және 1 шай қасық балмен жақсылап араластырамыз. Таза бетке 15 минутқа жағып, салқын сумен жуамыз. Бұл маска коллагеннің түзілуін тездетеді, акнені азайтып, теріні жақсартады. Алоэ гелін ақуызбен қосып маска жасауға да болады. Бір ақуызды 1 шай қасық гелмен араластырып, 10 минутқа жағып қоямыз. Алоэ гелі теріні тыныштандырады және ылғалдандырады. Ақуыз артық майларды алады. Сондықтан майлы теріге өте қолайлы маска болып табылады. Келесі көк шайдан жасалатын маскада жақсы ылғалдандырады. Біраз қасық көк шайға 1 шай қасық минералды суды тамшылатып құйып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Көзбен ерін айналасынан алшақтау етіп жағып қоямыз. 15-20 минуттан соң жуып, тоникпен сүртеміз. Бұл маска бетке тонус беріп, май жылтырын алады.
Мінекей сұлуларым, бүгін бет терісін жақсы ылғалдандыратын бірнеше масканы қарастырдық. Арнамызда бұдан да басқа ылғалдандыратын маскаларға жеке-жеке видеоларымыз бар, қарап шығыңыз. Және алдағы уақытта жасартатын, тазартатын маскаларды да қарастырамыз. Сол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.